Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай өте жеңіл әрі тез жасалынатын қызылша салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге бір орташа үлкендіктегі алма қажет. Алманы осылай теркамыздың ірі жағымен өткізіп аламыз. Алмамызды теркадан өткізіп болғасын, бір тісше сарымсақ қолдандым. Сарымсақты қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да болады. Бірақ сарымсақ ерекше дәм беріп тұрады салатымызға. Сондықтан да бір сарымсақ қостым. Енді теркамыздың кішкене жағының майда көзінен өткіздім сарымсақты. Сосын осындай жаңғақ бар. Менде осындай талдың жаңғағы бар. Осы жаңғақты осылай пышақпен турап алдым. Маған қатты ұсағы керек емес. Енді суда қайнап шыққан қызылшамызды осылай теркамыздың үлкен көзінен өткізіп аламыз. 3 қызылшамызды да өткізіп алдым. Бұл 3 қызылшадан 2 үлкен тарелка салат шықты. Қызылшамызды өткізіп алғасын, оның үстіне жаңа теркадан өткізілген алмамызды, сосын жаңғағымызды дәміне қарай кішкене тұз салып жібереміз. Үлкен ас қасықпен 2 ас қасық майонез салдым. Достар, дәл осы салатқа қаймақты да қоссаңыздар болады. 20% сметананы, яғни қаймақты қоссаңыздар да дәмі ерекше болып шығады. Осылай енді салатымызды жақсылап араластырып алып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бұл қызылша өте пайдалы салат. Осылай жасап тұрамын, жиі жасаймын. Енді осылай тарелкеге осылай бір қасық, үлкен ас қасықпен бір қасықтан салып, осылай әсемдеймін. Әсемдік үшін бетіне жұмыртқаның ағын кішкене майда етіп турап бетіне сепсеңіздер де болады, немесе мен сияқты осылай аскөкпен әсемдесеңіздер де болады. Сіздермен болған Айдана, ас болсын.